қатты шайқалды енді. Стюардессалардың өзі жылады ғой. Әрбір адамның өмірінде бір тәубесіне келетін кез болады. Сондай сәт сіздің есіңізде бар ма? Адам баласы түйсіне білсе, көкірек көзімен көре білсе, өмірден сабақ алатын сәттер көп қой енді. Джидда қаласынан қайтып келе жатқанбыз, бір топ ақын бар. Сонда бір ұшақ әдеттегі турбуленттіктен бөлек өтте бір ерекше жағдайда қатты шайқалды енді. Ұшақтың ішінде қызмет көрсетіп жүрген стюардессалардың өзі жылады ғой. Олар жылаған кезде мен ойладым, өтте жағдай қиын бір сәтке келдік ау деп. Содан көзімнің қиығымен жаңағы терезеден қарасам, самолет тарс етіп өзін шатаспасын бір 6-7 рет төмен қарай тастап жіберді. Сонда самолет желге қарсы қанаты бидіп жатыр да. Мен ойладым, қазір енді бір салмақпен түсіп кетсе, мына қанаты желге қарсы айырылып кетіп, бір қанаты ұшып кете ма деп тұрмын ғой енді. Сонда енді жылап жатыр, біреулер жаңағы иман үйіріп, кәлимасын қайырып жатыр. Енді жерге қонамыз ба, қонбаймыз ба, қаншама адамды жер бетінде өкпелеттік, қаншама адамнан алыс беріс бар, біреудің жағдайын сұрамай қалдық, біреудің көңілін сұрамай қалдық деген сияқты. Әлгі ертең үлгерем ғой деп жерде жүрген кезде жүре бересің ғой. Бірақ енді аспанда ешқандай сенің күшің жоқ екенін, қауқарсыз екеніңді сезінген кезде, неге осы нәрсені осы уақытқа дейін істеп тастамадым деп, әлгі адам еш нәрсені құнттамайды ғой. Бірақ тағдырың сондай бір тығырыққа тірелген кезде, сол нәрсені неге ертерек істемедім, неге қуантатын адамдарымды қуантып үлгермедім деген сияқты тез арада өтіп кеткен оқиға. Ол бір асықпай шөп жүрген жоқ ол. Тарс етіп бір аласапыран болып кетті да. Бірақ сол бір секундтардың өзі бір 2-3 сағаттық бір қорқынышты кәдімгідей жүрегімізге орнатып қойды. Сол үшін жерге түскен кезде кәдімгідей жаңағы сахнада жүрген өнердің адамдары өзі шалқып кейде әр нәрсені айта береміз ғой. Бірақ жерге түскен кезде Құдайдың аман-есен жерге жеткізгенде біз тәубемізді айтып, шын мәнінде бізге бір өмірлік сабақ болған оқиға болды. Негізі адам баласы ойлана білсе, көре білсе, мына нәрсе тегін емес ау, мына нәрсе бір Құдайдың бізге жіберіп тұрған бір месседжі ғой деп қабылдайтын нәрселер көп. Біз оны өзіміз аңғара бермейміз негізінде. Біреумен кездесудің өзі жайдан жай кездесу емес, біреудің саған бір нәрсені ескерту өзі жайдан жай ескерту емес. Ал енді жаңағы тәубе деген кино ол бір 2 сағаттық, 2,5 сағаттық осы месседжді халыққа берген кезде біраз адамдар рухани бір өсіп шығады деген ойдамын. Өзім әлі көрген жоқпын, бірақ шет жағасын сенен естіп жатырмын киноның басқасында болғаннан кейін. Тәубеге келу үшін сондай бір қиын жағдайға келу шарт емес. Ол үшін осы тәубе киносын көріп те осындай әсерлерді алып, ертерек тәубеге келу мүмкіндігі бар деп ойлаймын мен әрбір адамда. Сондықтан осы кинода қаншама адамның ойлануына әсер етеді деген сенеміз. 22 қаңтардан бастап бәріңізді кинотеатрда күтеміз. Ал мен бір мақал айтайын, тойсаң бір тәубе көр деген деп қойсаңыз. Ана попкорнға тойғаннан кейін тәубені дұрыстап көріңдер деген. Көріңдер деген мінеки. Баршаңызды күтеміз.